Сәлем бердім достар. Әдеттегідей бүгін сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қолдау мақсатында лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бүгін сіздерге нәпақа жайлы айтып бергім келіп тұр. Нәпақа сөзін бұрын соңды естіген болатын болсаңыздар, өте күшті, керемет. Ал естімеген болатын болсаңыздар, тыңдап алыңыздар. Нәпақа сөзі жалпы оңтүстік аймақтарда өте көп қолданылады. Ал батыс аймақтарда енді қолданылып жүр деп ойлаймын. Нәпақа деген не? Нәпақа деген ол садақа сияқты да. Мысалы бір пәле-жәледен құтылу үшін, бір амандықта болу үшін біздер садақа беріп жатсақ, нәпақаны ол қуанышты жағдайларды тарту үшін беріледі екен. Мысал келтіріп айтатын болсам, сіз мысалға көптен умраға баруды, Меккеге барып умра жасауды қалап жүрген болатын болсаңыз, сол Меккеге өз аяғыңызбен, барып, өз көзіңізбен көргіңіз келіп жүретін болса, онда сол Меккеде жүрген, умра жасап жүрген таныстарыңыздың тізімін бүгіннен бастап жасаңыз. Кім жүр Меккеде? Осы адам жүр. Мүмкін сіңліңіз жүрген шығар, мүмкін күйеу балаңыз жүрген шығар, мүмкін достарыңыз жүрген шығар, достарыңыздың достары жүрген шығар. Соларды тауып, соларға нәпақа жібересіз. 1000 теңге болсын, 2000 теңге болсын, 5000 теңге, 10.000 теңге болсын, жағдайыңызға қарай, қалтаңызға қарай нәпақа жібересіз және жіберіп тұрып Аллаға дұға етуді ұмытпаймыз. Аллахым, маған да сол жерге өз аяғыммен барып, өз көзіммен сол жерді көруге, сол жердің аурасын сезінуге Аллахым маған нәсіп етші сол нәрсені. Аллахым, сен мені сол жерге жақын арада мені шақыршы қонақ қылып. Я Раббым, сен маған сондай қуанышты жақын арада маған сондай умраға шақырып мені қуантшы деген сияқты дұға жасайсыздар. Мысалға, тағы мысал келтіретін болсақ, бір көлік алғыңыз келіп жүр, үй алғыңыз келіп жүрсе, сол үй алып жатқан, көлік алып қуанып жатқан адамдарды іздеп, соларға нәпақа жасап, артынан дұға қылуыңыз керек екен. Егер бұл ақпарат сізге бұрыннан таныс болатын болса, жасап жүрген болатын болса, суперсіз сіз, просто суперсіз. Ал егер бұл ақпарат сізге жаңадан естіліп жатса, онда өміріңізде қолданып көріңіздер. Құрметті достар, бүгінгі айтқым келген нәрсе осы. Егер сіздерге пайдалы болған болатын болса, бұл видеоны міндетті түрде лайк басып қолдап кетіңіздер.